1914 жылы Алиханның «Мұсылмандар съезі» атты мақаласында қыз балалардың тағдыры мен қазақ тілі мәселесі қозғалады. Бөрікпен ұрғанда құламаса, балиғат жасына жеткені деп үкім шығарған молдаларға қарсы алаш арыстары қыз баланың ерте тұрмыс құруы денсаулығына зиян екенін дәлелдеп, қыздардың неке құру жасын 13-тен 16 жасқа ұзартады. Сонымен қатар, осы съезде ұзақ тартыс-таластан кейін Ресей империясындағы мұсылмандарға ортақ тіл ретінде татар-түрік тілі бекітіледі. Араб-парсы сөздерінен мидай араласып кеткен татар тілінен қазақ тілі әлдеқайда таза тіл. Осы кезде қазақ тілінде де араб-парсы сөздерімен тілдің шұбарлануы көкейкесті мәселелердің қатарынан орын алып еді. Жат сөздер тілімізге екі жақтан кіріп жатыр. Бірі араб, парсы сөздері, молдаға оқығандар. Екіншісі орысша оқығандардың европалық сөздері деп жазады Мұхамеджан Тұшпайұлы бұл туралы. Түрік затты халықта біздің қазақтай бір жерде тізе қосып, қалың отырған іргелі ел жоқ. Анық түрік затты халық тілі біздің қазақта. Әлихан Бөкейхан, 1914 жыл.